Сәлем достар, қазіргі таңда барлық әлеуметтік желіні масондар шулатып жатыр. Алайда олар кімдер? Біз бүгін сіздерге масондардың әлі күнге дейін ашылмаған құпияларын және де олардың кім екенін айтатын боламыз. Масондардың басты мақсаты ол жер бетіндегі барлық дінді құрту және өздерінің билігін орнату. Олардың өздеріне арналған белгісі пирамида үстінде тұрған жалғыз ғана көз. Масондардың бұдан бөлек көптеген белгілері бар. Мысалы, ең көп қолданатын белгісі жұлдыз белгісі. Бұл белгі бізге жұлдыз болып көрінсе, ал масондар бұны шайтан деп түсінеді. Бұл масондыққа және де сатанистікке де жатады. Және масондар адамдарды оп-оңай жеңіп кету үшін арнайы мультфильмдер мен киноға өздерінің белгілерін қойып, адамның психикасын құртады. Сонымен қатар ақш-тың долларындағы таңбаның артын қарайтын болсақ, тағы да масондық белгіні байқаймыз. Бұл пирамида нені білдіреді десеңіз, бұл даджалды білдіреді. Айтпақшы, біздің арнамызда даджал туралы видео шыққан болатын. Дәл осы видео біткеннен кейін сол видеоны қарап кетсеңіз болады. Масондар күннен күнге өсуде. Өйткені көбіне мынандай масондық татуировканы байқаймыз. Және де осындай масондық белгіні ең атақты әншілерден байқауға болады. Қазіргі таңда масондар Европа және Америка мен Ресейде көп тараған, және зардап шеккендер де аз емес. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің бұдан да қызықты видеоларымызды жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдынұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы. Сау болыңыздар.